сол мақсатқа жету үшін көптеген сынақтар болады екен, көптеген нәрселер болады. Солардан сынбай өтіп кетсең, үлкен жетістікке жетеді екенсің бәрібір түбінде. Оған себеп болған мен бапкерлерім қасымда жүріп, қашан ұтылып қалсам да, датталып жатсам да, мен еңсемді көтеріп жүрген алғысымды айтам бапкерімізге. Ел үмітін арқалап келіп жатқан спортшыларға баршаларына сәттілік тілеймін. Құдай қаласа алтыннан алқа тағынып, осы алтынды ары қарай жалғастырып, алдыңғы Токио Олимпиадасында ең бірінші қоланы қоржынға салған едік. Сол кезде ел жұрт айтып еді, Елдос Сметов қола қылып кетіп еді, бәрі қола қылып кетті деп. Енді Алла қаласа алтын алдық, енді Алла қаласа осы ұлы жеңіс өзінің жолын таба берсін, еліміздің абыройы асқақтай берсін. Барша ұжымға, барша басшылықтарға үлкен алғысымды, рахметімді айтам. Бұл енді біздің ғана жеңіс емес, барша қазақ елінің жеңісі, біз үшін дұға жасап жатқан, сұрап жатқан, біз үшін тақым қысып отырған отбасымыз бар, ата-анамыз бар. Сол жеңістің тілектерінің арқасында міне бүгін тарихи сәт болды. Бала күннен бері армандап келе жатқан 12 жыл күттік осы Олимпиаданың алтынын. Алдында бір интервьюда айтып едім, алтынның оң жағынан да көрдім, сол жағынан да көрдім, мен үстіне шығуым керек деп. Сол сияқты Аллаға шүкір, бүгін міне үстіне шыққан күн болды. Алла разы болсын, баршаларыңызға жұғысты болсын деп тілеймін.